лифтте кішкентай баланы пышақтап кетті. Мынандай кадрды көргеннен кейін мен өмірден түңіліп кеттім деп хабарласқан көрермендерде де болған. Менің 5 миллион теңгем бар, 5 миллион теңгеге бірдеңе аштым. Мен екінші айдан бастап, бір айдың ішінде мен оны ашам, екінші айдан бастап 6 миллион теңге табам деген нағыз иллюзия. Көп адам сондай жерге келгенде ғой сынып қалатыны, жігері қайтып қалатыны. Бірден негатив басталады. Ой, оның бәрі өтірік. Ой, барлық жерде связь керек. Әрекеттене берші. Мен тележүргізуші болғанда бәрі, мен бір журналистика факультетін бітіріп, бірден хабар арнасына келіп, армысыздар, құрметті көрермен деп бастап кеткен сияқты деп ойлайды. Мен кемінде бір 20 шақты рет кастингке барып, 20 шақты рет жоқ деген сөзді естігем. Бойың кішкентай, семізсің, медиа саласында бізде қатты айта салады. Проблема ешқашан таусылмайды. Проблема ылғи болады. Достар, бүгінгі қонағымыз тележурналист, тележүргізуші және көптеген жобалардың авторы Алмас Тоғай. Алмас, рахмет келгеніңе. Шақырғаныңа рахмет. Біз сенімен көріспегелі қанша жыл болды осы? Бағасы 2016 ма? 17? 17-те көрістік па? 17 жыл болу керек. 8 жыл өтіпті. 8 жылда, бірақ бір қалада жүрміз. Бір қалада. Бір салада жүрміз. Бір салада, бір қалада жүріп, адамдар көріспей өмірінде өткізіп алады. Демекші. Өмір демекші, қазіргі сенің басты проектлерің қандай? Жалпы біздің телевидение дейміз, біздің телеарналарға қарағанда көзқарасың қандай? Сол кездегі 17-ші жылы мен есімде мүлдем басқа заман болған секілді болды. Бұлай ішкі сезіну жайында да басқаша болды бәрі. Қазір қалай өзгерді деп ойлайсың? Мен телевизия саласының өзгерісі жайынан бұрын өзімнің қалай өзгергенімді айтқым келеді. Әрине де ең алдымен ол тәжірибенің жиналғаны. Көптеген бағдарламаларды біз жаңа журналистік зерттеулер жүргізе отырып дүниеге шығарған жобаларымыз болды. Ол тарихи форматта, ол деректі форматта, ол криминалды форматта да болған жобалар бар. Енді қазір мен тек жүргізушілікке бет бұрып отырмын. Біз сол 2017 жылы «Беймәлім Қазақстан», «Сокровище нации», «Как выжить» деген жобаларды жасап, «Мәдениетке саяхат» деген жобаларды жасап, оның барлығы аутсорс болып республикалық арналарда шықты. Ол кезде мен автор болып жүрдім, жүргіздім де кейбіреулерін. Солай келе үлкен өзгеріс негізі 2021 жылы болды, 21 жылдың дәл басында. Өйткені сол кезде мен бірдеңе болады ғой, зона комфорта. Жұмысты соншалықты ретке келтіріп қойғаным, келем қысқа жазам, бәрі оңай болып кеткен, өйткені әбден үйреншікті болып кеткен нәрсе. Маған сол тауып отырған қаражатым, күнделікті істейтін ісім, содан мен ішім пыса бастады. Маған бір өзгеріс керек деп. Мен сонда неге екенін білмеймін, өзімше саламды ауыстырам деген ойда отырғам. Сол 2021 жылдың басында мені Оян Қазақстан деп айдар тағылған 7-ші арнадағы таңғы бағдарламаның жүргізушісі болуға шақырады. Тікелей эфир. Ал мен тікелей эфирде ешқашан жүргізіп көрмегем. Сонда мен үшін тікелей эфирді жүргізу ол кезде мүлдем басқа деңгей болып елестейтін. Өте қиын, тікелей эфир деген ол менің форматым емес деп мен күреспей жатып жеңілетінмін, қорқып. Бірақ мен білмеймін, сондағы бір нышан болды ма, маған жоба жетекшісі Әйгерім Шаймерден келіңіз, көрейік, сөйлесейік деді. Мен бардым, сөйлестім, көрдім. Олар мен Инстаграм парақшамнан ғана көріп, менің қолымнан келетініне сенім артып отырды. Тракт жасайық, көрейік, мүмкін ұнап жатса, сен эфирге шығып кетесің деп. Содан кейін маған ол Оян Қазақстанның, жалпы Оян жобасының форматының ұнағандығы еркіндік. Толық еркіндік, яғни мен жобада отырып алып, қазір мені жүргізушілер, көрермендер де оны жақсы түсінеді. Өмірде басқа адамсың, эфирде мүлдем басқа адам болып отырсың. Бізде енді былай қараған кезде актерлердің құрамына жатқызуға болатын сияқты бізде негізі, өйткені образда отыруың керек. Ал мен сол нәрсені жек көремін да. Сонымен маған Оян Қазақстанды өзің болып жүргізуге мүмкіндік бергеннен кетті бәрі. Біз 7-ші арнада тікелей эфирді бастадым, маған ұнады тікелей эфир. Сосын араға біраз уақыт салғаннан кейін белгілі себептерге байланысты Оян Қазақстан 7-ші арнада жабылды да, Сантарам деген басқа бағдарлама аштық біз. Тікелей эфир. Тікелей эфирге әбден жатып алған. Тікелей эфир онда жүргізіп жүрдім, біраз уақыт мен ауысуым керек болды. Жұмыс бабымен ауыстым. Кейін бізді хабар агенттігіне Оян болып, дәл сол құраммен, командамен, кәдімгі мстители деп кәдімгі қайтадан жиналдық та біз Оян болып хабарда шығып кеттік. Мен қазір жалпы үстіртін айтып өтіп отырмын да, өйткені оның арасында да көп нәрселер болды. Сол Оянды мен 2,5 жыл
делік хабар арнасынан тікелей эфирде жүргіздім. Әбден үйреніп алдым, маған ол жоба ұнайтын, командам ұнайтын, және хабар осыны бір айта кетуіміз керек. Ерекше бізге Оян командамызға енді аутсорстық жоба болды ғой хабар арнасында шығатын. Хабар телеарнасының басшылығынан өте жақсы қолдау болды. Яғни хабар переформат жасады, трансформация жасады. Бұрынғы хабар сол анекдотта бар ғой, мен Қазақстанда өмір сүргім келеді, Қазақстан хабардағыдай Қазақстанда өмір сүргім келеді деген стереотипті біз толығымен бұздық. Өйткені біз тікелей рас болып жатқан проблемаларды ашып айта алатын күнге жеттік. Ол маған әсіресе ұнады. Өйткені мен отырып алып, ананы айтуға болмайды, мынаны айтуға болмайды деген бізде шектеу болған жоқ. Яғни елде болып жатқан қант қымбаттап кетті, айтыңдар, неге, мамандарды, сарапшылар шақырыңдар. Халықтың арасынан көрермен хабарласады тікелей эфирде. Маман отыр, неге үйтті, неге сөйтті деген тікелей кәдімгі бізде диалог құрыла бастады көрерменмен. Яғни ашық. Біз хабар арнасы сол бұрынғы аты қалғанмен затын өзгерткенімізді көрсете алдық та. Сол үрдіс әлі жалғасып келе жатыр. Өйткені қазір телевизия саласында, міне енді мен жаңағы не өзгерді дегенге алып келе жатырмын. Телевизия саласында көрерменнің фальшты бірден сезіп қоятынын түсініп жатыр. Яғни әр адам өз орнында, әр жүргізуші өз орнында болуын көрермен талап ететінін түсініп жатыр. Өйткені енді мен ешкімді қазір ренжіткім келіп отырғаным жоқ, бірақ бір кездері мынандай бір сән болған. Актер тележүргізуші болады, әнші тележүргізуші болады жаңағы. Бірақ тележүргізуші актер болып кетпейді. Бірақ тележүргізуші ана болып кетпейді. Енді басқа жағына қарай кетсе, өнерде ары қарай бас сұқпайтын. Сондай бір үрдіс көрерменге ұнамай бара жатқанын түсінді. Эфирде таза журналист, білікті, сұрақты дұрыс қоя алатын, сұрақты дұрыс құра алатын адам болған көрермен талап ете бастағанын түсінді. Сонымен біз соған келдік қазір. Мен енді Ояндағы форматымнан ойнайыққа ауысқан себебім де сол болған. Мен шынай екенді көрсеттім. Енді ойнайық деген жобаны көрерменге ой салатын, ойнай отырып ой салатын жоба бастағым келді. Мені дәл солай тағы да басшылық құрам қолдады, жағдайын бәрін жасап берді де. Қазір диалогиканың форматы ғой, ол формат бұрыннан ақ бар формат негізі. Бірақ оны икемдеп алып кеп қазақ көрерменіне түсінікті, қызық болатындай етіп жасауымыз керек болды, ол біздің қолымыздан келді. Енді бұйырса екінші маусым болады бізде. Әрі қарай жалғасын табады, көрерменге ұнады, фидбек өте тамаша болды. Біз енді осы форматта, осы бағытта мен әрі қарай жұмыс істей беремін деп шешіп отырмын. Керемет. Жаңа айтып отырсың ғой, кезінде адамдар анекдот қылып жіберді деп, хабар арнасындағы өмір сүргім келеді деп. Негізі сол 30 жыл былай сөзінің ашығын айтқанда адастырудың амалы болды ғой негізі халықты. Былай айтқанда көп жалған нәрселер айтылып жатты. Пропаганда ол жерде. Пропаганда, былай айтқанда. Және халық әбден іші күйіп ашынғаннан кейін олар сәл бір ойлана бастаған сияқты. Негізі ойлаймын, қазір пропагандаға негізі орын қалды ма? Қалай ойлайсың? Себебі біз бүгін Инстаграм бар, YouTube бар, Facebook бар. Яғни сен ашық-анығын бірден жасыра алмайсың. Рас қой. Адам деген бір нәрсе болып қалса, бірден көреді сол. Бір 5 минуттан кейін уже ғаламторға шығып тұрады сол видео. Қалай ойлайсың, қазір сол сөз бостандығы бізде бар ма негізі? Ол бірінші сұрақ. Және екіншіден, осы технологиялар келмегенде біз сөз бостандығын енгізе алатындай болдық па? Негізі соған деген қауқарымыз жетіп, ойымыз жетіп деген сияқты. Әлде сол баяғыдай пропагандаға тойып жүреміз бе? Мен енді өзімді қатты бір тарихшы, бір 20-30 жылдық тәжірибесі бар маман ретінде өзімді санамаймын, бірақ жеке өзім пікірімді айтқым келеді. Мен өзім әлем тарихы пәнін мектептен бастап жақсы көретін, дүниежүзі тарихын. Соны қарап тұрсаңыз, одан да былай да басқа біз оқып отырсаңыз, пропаганда қай заманда да болған. Қай елде де, қай мемлекетте де пропаганда болған, ол болады да. Ал телевизия сол пропаганданың инструменті. Ол инструмент міндетті түрде пайдаланылады. Ол инструмент пайдаланылады түрлене отырып.
әрине де заман ағымына қарай, адамдардың өзгеруіне қарай. Мен жаңа ғана көрерменнің талғампаз болып кетті, бәрін сезе бастайтын болып кетті дегеннен пропаганда бірден бітті, тоқтады, тек қана барлық шындық әлеуметтік желіде, ал телевизия тек қана әлемді әдемі көрсетеді деген сөз емес қой. Осы міне сол таптаурын бәрін бұзып, қазір телевизия саласы дәлелдеп отыр оның барлығын. Ол пропаганда болады белгілі бір деңгейде, менің пікірімше. Ол Еуропада тарихта оқып отырсаң да, мен нақты дәлел келтірмей ақ қойын, грек-рим замандарынан бері қарай алатын болсақ та, Цезарьге мысалы қарама қарсы әрекеттер жасалған деген сынды, мынау билік пен халықтың арасындағы байланысты қадағалап отыру үшін арналған инструмент ретінде телевизия саласы, телеарналар міндетті түрде пайдаланылады. Яғни мысалы әлеуметтік желіде жаңа бір таралып кетеді ғой, бір видео, қандай да бір жаңалық, ол оқыс оқиға болуы мүмкін, ол қуаныштысы болуы мүмкін. Телевизия мен әлеуметтік желілерді бүйтіп салыстырып қарайтын болсақ, әлеуметтік желіде бүйтіп лақтыра салады да, яғни мен айтқым келетін нәрсе цензура деген мағынасын да дұрыстап түсіну керек. Мысалы, жақында ғана болған жағдайды айтайықшы, лифтте кішкентай баланы пышақтап кетті. Сол әлеуметтік желіде видео салынған, ол видеода цензурасыз салынған, яғни блюр деген нәрсе болады, телевизияда блюрді салып көрсетеді. Осындай жағдай болды, қасақана пышақ тығып алды балаға дейді. Анау жүрегі әлсіз адамдар, ойына бірден алып қойып, кеудесіне салып алатын адамдар болады, сондайларға тиіп кетпес үшін деп салады да, жаңалықты кадрларын ашпай көрсетеді. Яғни осындай жағдай болды, тергеу жүргізіліп жатыр, ресми, және де телевизияда кез келген жаңалық ресми, директпен, яғни олар бірден хат жібереді, ішкі істер органдарына, олар ресми жауап береді, сол ресми жауапқа сүйене отырып, өйткені бізде бақ туралы заң бар, заң аясында оның барлығы. Ал әлеуметтік желіде салып жібересің, мен бүгін ғана міне осы жаңалықты оқығаннан кейін 3 күн болды, ұйықтай алмай жүрмін, 2 балам бар, біреу 7-де, біреу 5-те, 2 баламды ешқайда шығара алмай, есімнен ауып кететіндей жағдайда отырмын, ана видеоны көргеннен кейін дейді. Соншалықты қорқыныш сезімі мен денемді ұстап қалды дейді. Психологиялық, яғни сол әлеуметтік желіде көбірек просмотр болу үшін, көбірек шеринг болу үшін алады да солай салып жібере салады. Ол адам ана жақта психологиялық жарақат ала ма, біреу сондай нәрсені көрген, өйткені әр адамның күйі әртүрлі болады ғой. Ол ішкілікке салынып кетуі мүмкін, ондай да жағдайлар бар. Мынандай кадрды көргеннен кейін мен өмірде түңіліп кеттім деп хабарласқан көрермендерде де болған. Мен оны біреуге ол күлкілі болып естілуі мүмкін, бірақ бізге әлеуметтік желіге мүмкіндігінше мен жауап беруге тырысып отырамын. Маған жазады, мынандай деген сериалда осындай бір мынандай сәт болыпты, соны неге олай үйттіңіздер, бірдеңе, менің үйімде де дәл сондай жағдай болып жатқан, сол кадрды мен көргеннен кейін кинодағыдай ана сериалдан барып мен солай істедім, олай болмайды екен деп мен сонда айтамын, ол көркемдік туынды, сіз шатастырмасаңыз шын өмірмен мына көркемдік туындыны десем, жоқ, сендер сондай нәрсені көрсетіп біздің өмірімізді бұзып отырсыңдар деп айыптап жазатындар да бар. Ал жалпыламалық қарайтын болсақ, ол телехикаяны түсірген мен емес, сценарий жазған мен емес, эфирге жүріп отырған мен емес, мен жүргізуші хабар арнасының қызметкермін негізінде. Сондықтан әлеуметтік желі мен телевизиядағы цензура, пропагандалық деңгей әлеуметтік желіге салынса, телевизияға салынса, теледидарға салынса, көрерменнің реакциясынан ақ түсінуге болады, ол қаншалықты пропаганда дұрыс жүріп тұр ма, басқа жүріп тұр ма. Жақсы нәрсені, білмеймін, бір адамдар бірден жаман ойлауға әуес болып қалған сияқты да бір ойға келесің, өйткені бір жаңалық салынып жатса, мынандай да бір осындай болыпты десе, иә, оны үйтесіңдер де бүйтесіңдер, оның бірден негатив кетеді артында. Ой, жақсы болыпты, мысалға, мынандай заңды мен білмеппін, оқу керек екен деп қарап тұрсаң, мен мысалы өте көп мысал келтіруіме болады. Мен қазір сандығымды ашсам ше, мемлекеттік қандай бағдарламалар бар, ол бағдарламалар аясында расымен де барып өз идеясын, жобасын жүзеге асырған көптеген адамдарды танимын. Олар маған мотивация береді. Мемлекеттік бағдарлама келеді де айтады, міне, бұл оп-оңай сұрақ. Бізде мысалға мен неде жұмыс істедім, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында баспасөз қызмет жетекшісі болдым. Сонда мемлекеттік бағдарламалар болды, оның аясында субсидия бөлінеді. Жаңағы өзінің жерін жаңағы целевой назначениесін өзгертіп, бие, сиыр алып, содан кәдімгі нәпақа тауып отырған адамдар болды. Бір күні бір әдемі кейс айтайын. Бір әдемі кейс. 17-тен 18-ге толайын деп жатқан жігіт, 18-ге толуына бір 4 айдай ма қалып тұр.
келіп тұр сол халыққа кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында. Келді де мен өз көзіммен көріп тұрмын бұл әңгімені. Өйткені мен сөйлесіп тұрған кезімде жаңағы менеджер, көмектесетін менеджер жаңағы жігіт келіп қалды. Мен қарап тұрмын, ол бүйтеді. Жігіт келді де айтты, саламатсыздар ма? Менің есімім осындай, мен мынандай колледжде оқимын, жасым 18-ге жуырда толады, мен білем, кәсіп ашу үшін 18-ге толуы керек екен. Мен сіздердің арқаларыңызда кәсіп ашқым келеді, өзімнің бизнесімді ашқым келеді деді. Сосын тұрды да, жарайды, мен сізді тыңдайын деді. Менде бір бланк бар, сол бланк бойынша мен сізге сұрақтар қойым, сіз жауап беріңіз, жарай ма деді. Жарайды. Тұрды, қандай кәсіптермен айналысқыңыз келеді? Ол жаңағындай текстиль, жаңағы промышленность дегенсіне кете береді. Сосын ол тұрды айтты, ол сөздерді түсініп тұрған жоқ, менеджердің айтып тұрған. Мен самса істей аламын дейді. Менің өзімнің самсамның жаңа рецептін ұсынғым келеді дейді. Мен оны өзім істеп үйрендім. Достарыма ұнады, туысқандарыма ұнады. Сонымен маған бәрі достарым да, туыстарым да, сен осы самсаны сату бойынша бизнес ашпайсың ба мына деген әжептәуір ақша табуға болады ғой дегеннен кейін келіп тұрмын сіздерге дейді ана бала. Міне көрдіңіз, ынтасы. Түсіндік. Мен тыңдап тұрмын, маған қызық болып кетті. Сосын оған тұрды да айтты, ол мемлекеттік бағдарлама тегін. Сізге осындай кәсіпті бастау үшін теориялық сабақ, мастер класс, тренингтер өтуіңіз керек болады. Оны аяқтағаннан кейін сізге сертификат беріледі. Сертификат өткеннен кейін сол сертификат арқылы ары қарай қандай мемлекеттік бағдарлама арқылы сіз жаңа ақшалай көмек ала алатыныңызға басқа менеджерлер көмектеседі деді. Сертификат бересіздер ме? Яғни мен бизнесмен деген сертификат аламын ба сонда дейді. Мен деп айтуға болады деді. Сонда ана жігіт 3 ай тегін оқыды ғой, келді. Оны үйретті, қағаз қалай толтырылуы керек. Бізде неше түрлі цифрлық платформалар бар, егов, басқа, олардың барлығына қалай жұмыс істеу керек, соның бәрін үйретті. Сөйтті де ол 18-ге толды. Қателеспесем мен кейін оны сұрағам. Сосын ана бала сертификатын алып суретке түскен, маған көрсетіп жатыр, сонда менеджер міне суретке түсті, мәз дейді ана жігіт. Сонымен идеясының жүзеге асуына шамалы қадам қалғаны оны одан сайын жігерлендіріп жатыр дейді. Соны біз көрдік деп. Содан кейін мен ары қарай басқа отделдерге бардым ғой, енді ол ары қарай жан жігіттің ісі не болып жатыр десек, осындай да бағдарлама бойынша ары қарай да оқуын жалғастыратын болып шешті дейді бұл жігіт. Өйткені сол жігіт міне ең маңыздысы өзі түсінген көптеген нәрсені алдымен теориялық түрде үйреніп алу керек екен. Яғни ол жаңа мен стереотип қалып келе жатырмын, біз соған үйретеді көп менеджерлер. Мен бизнес аштым, байып кетем деген нәрсе иллюзия. Вот мен сол жерде жүргенде бізге көп жаңа менеджерлер, бизнес тренерлер айтатын нәрсе. Менің 5 миллион теңгем бар, 5 миллион теңгеге бірдеңе аштым, мен екінші айдан бастап, бір айдың ішінде мен оны ашам, екінші айдан бастап 6 миллион теңге табам деген, вот нағыз иллюзия. Көп адам сондай жерге келгенде ғой, сынып қалатыны, жігері қайтып қалатыны. Сондықтан ең алдымен кез келген істі бастамас бұрын ең алдымен миды теориялық түрде күшейтіп алу керек та, іске кірісу керек. Сонда мемлекеттік бағдарламалар бар. Тек қана іздену керек, барып сұрау керек. Көп примерлер, мысалдар айта аламын мен. Дәл оңтүстік Қазақстан облысында Шымкентте не бар? Индустриальная зона. Сонда мемлекеттің қаражатына 2030 жылға дейін ба заводтар көтерілген. Газ, су, жарығы бәрі тегін. 2030 жылға дейін. Бірақ ана кәсіпті аяққа жақсылап тұрғызып, экспортқа шығып, импортқа шығып, заттарды сатып, содан ары қарай аяққа тұрып кетуіне мүмкіндік беріп отыр мемлекет. Ондай бағдарлама бар. Сол сияқты мен тек қана бұны нақты бизнесті ғана келтіріп отырғаным жоқ. Кез келген сала бойынша бізде дамуға мүмкіндік бар да. Тек қана қызығушылық білдіріп, барып айналыса бастау керек. Масылдық жасамай, яғни бізде бірден сондай ғой, комментарийлерді жаңымен бәрі содан басталып отыр ғой, комментарийлерді оқысаң бірден негатив басталады. Оның бәрі өтірік. Барлық жерде связь керек. Бірдеңе. Мен қарап тұрсаң студенттік кезден активист болып көп деген жігіттерді айта аламын қазір, мысалға Дәулеттен, мысалы, Дәулет Мұқаев. Ол да сондай активист бала болған. Әлеуметтік желісіне кірсеңіз максималды түрде ашық жігіт, бәрін айтып отырады. Екеуміз кейде бір сөйлесіп әңгіме етіп қалған кезде сол мектеп жасында бір ауруханаға барып батареяларын соны бояп
содан ең алғаш рет ақша таба бастағанын жайлы айтып беріп отыр. Ол өзі де одан да өзге историяларын көп айтады. Мен де барынша қазір бізді қаншалықты көп адам көретінін білмеймін, екеуміздің әңгімемізді. Мен шақырғым келетін, айтқым келетін нәрсе, өзің бір көкеге, өзің бір жәкеге, бір досыңа, анаған, мынаған сеніп жүрсең жүре бересің. Ол сенбеу керек, яғни тек өзіңе бар да басташы, әрекеттене берші. Мен тележүргізуші болғанда бәрі, мен бір журналистика факультетін бітіріп, бірден хабар арнасына келіп, армысыздар, құрметті көрермен деп бастап кеткен сияқты деп ойлайды. Мен кемінде бір 20 шақты рет кастингке барып, 20 шақты рет жоқ деген сөзді естігем. Бойың кішкентай, семізсің, медиа саласында бізде енді қатты айта салады. Семізсің, сен қайда баласың, сен даусың мен түрің сай келмейді дегенде комментарийлер болған. Мен бірақ болғым келді, бара бердім, көре бердім ғой. Әрине де мен тек қана бүйтіп журналист болағым деп бүйтіп жүрген жоқ, ортасында жұмыс істедім. Мен стоянкада күзет болдым мысалы. Дегенсінде кете береді ғой, официант болдық, таксист болдық, ортасында ақша керек, тамақ жеу керек. Бірақ арманымды лақтырып тастаған жоқпын да мен. Ой, Қазақстанда ондай мүмкін емес. Қазақстанда бәрі сатып алынған, тек қана связьбен, тек қана біреуің болмаса ештеңеге қолың жетпейді деп. Енді ең оңай нәрсе ғой. Біреуге сілтей салып ештеңе істемеу. Өмірдегі ең оңай нәрсе. Ал өзің тұрып, комфорт зоныңнан шығып, сол шеңберден шығып, бірдеңе біз әрекет жасау, ол өте көп энергия, батылдық талап етеді. Сонда адамның көбісі содан қашқақтайды. Жалпы тірі жанның бәрі қашқақтайды. Салқыннан, стресстен, бір бейтаныс нәрседен қашқақтайды. Жаңа өзің айтып отырсың ғой, осы эфирге дейін біз әңгімеле айттық қой. Өзіме бейтаныс жаңағы жерге түскенде өте көп стресс алдым деп. Яғни біздің ми сөйтіп жасалынған ғой енді. Әбден үйреншіктіге. Өзінің табиғи болмысы, яғни үйреншікті нәрсеге сол басын тартып тұрады. Жалпы жаңа айтып отырсың ғой, жаңа кішкентай балаға зақым тиді, жаңа пышақтап кетіпті деп жаңа. Енді Қазақстанның бәрі соны талқылап жатыр ғой. Былай айтқанда мен өзімнің басымнан жақында соған бір енді сәйкес келетін шығар, сол оқиға өтті. Лифттің ішінде тұрмын, лифттің есіктері ашылды, және бір жас қыз, менің көршім шығар деп, төмендегі этаждан білмеймін, танымайды екен. Менен сұрайды да, мені көріп қалды да, енді ірі жігіт болып тұрғасын, менен сұрайды да, лифтке кіруге бола ма екен деп. Мен айттым, болады, менің сатып алған лифтім емес қой, кіріңіз дедім. Кешірерсіз, енді қазір деген көп қыздар зорлап кетіп жатыр ғой, көбісін өлтіріп кетіп жатыр ғой, сол ғой сұрап жатқаным деп, маған өзі ақталып жатыр. Мен сонда ойладым, бұл қыздар таңертең әлеуметтік желіні ашады екен, сол негативті бірден көреді екен. Және сол бірінші ойы Астананың, Қазақстанның бәрі сондай. Яғни лифтке кіру енді мүмкін емес деп ойлайды. Ол бірінші нәрсе, екінші нәрсе, мен аяқ астынан қылмыскер болып шықтым. Сонда мен өзінің көршісімін, жоғарғы этаждан. Сонда мен ойлаймын да, сол қыздың ойы бір жағынан түсінуге болады, екінші жағынан біртүрлі болып қалады екенсің. Сонда левый берікте өмір сүріп жатырмыз. 21-ші ғасыр. Мен білем, қылмыс бар, әрине бар. Бірақ енді әрбір жігіт қылмыскер емес қой енді. Сонда бір қисық көзқарас қалыптасады екен. Және жаңа қыздардың көбісі таксиге отыруға қорқады, лифтке кіруге қорқады. Және өзің айтып отқандай, кішкентай балдарын енді аулаға ойнауға жібере алмайды қазір. Сол бір жағынан сөз еркіндігі бізге қолымызға түсті. Екінші жағынан бір қисық өмір, қисық парадигма пайда болған сияқты, қалай ойлайсыз? Бір көкемнің айтқан сөзі есіме түсіп отыр да қазір. Заман өзгермейді, адам өзгереді дейді. Адам өзгереді. Қазір сол әлеуметтік желіде тек қана неліктен екенін білмеймін, мен соны түсіне алмай қойдым. Әлеуметтік желіде қарап отырған видео, ақпарат, басқасы бар. Біз тек қана негативті кеудемізге қабылдайды екенбіз де. Позитив туралы еш нәрсе көріп тұрсақ та өткізіп жібереміз бе? Өйткені ой, мынау бір өтірік мынау. Дейді айналдырып жібереді де, тек қана негатив туралы. Ой, жаңа адамның өзі сондай бір андай шок қылдыратын жаңалыққа әуес болып тұра ма, жақын болып тұра ма, өзі қалап тұра ма түсінбеймін. Өйткені қазір мына осындайда деген көлік сатып алыпты деп мысалға біреу салып жатса, астында бір 40
45 комментарий болса 45-тің бір 15-і ғана құтты болсын тозып қалсын деген сынды пікірлер жазылады да оның өзі туысқаны ма андай жазу керек ау деп жазып қоятын сияқты. Қалған барлық астында андай ақша жоқ дейсіңдер, мені байып атқан сендер, жемқор аха ұрысыңдар сендер, сол ақшаны сатып алғанша көп балалыға анаға көмектеспейсің бе, бірдеңелерді кетеді деп жазып жаңа. Дейсінде білмеймін, мен жаңа лифт дегенде де менде де дәл сондай сияқты жағдай болды. Лифтте мен тұрмын, бір этажға тоқтады, есік ашылды, бір қыз тұр. Мен бетім бүйтіп қарады да, жоқ жүре беріңіз, мен келесімен кетем дейді. Сосын мен тұрдым дейді, есікті ұстадым да, сіз түсе беріңіз онда, мен күте тұрайын келесін дедім. Жол берген болды мынау джентльменство. Я ладно, рахмет деп түсті дейді. Сондағы ой ғой жаңағы, мен енді қыз балалар ғана түсетін шығар, ол бір қауіпті. Кез келген жақтан келіп қалуы мүмкін, жаңа таксистің бар, лифтте де неше түрлі жағдайлар болып жатыр деген. Мен сол кезде қалай деп баға берерімді білмей қалдым. Негізі ол жаңағы айтқандай қыздікі дұрыс бір жағынан. Екінші жағынан мен автоматты түрде априори қауіп төндіруші бір адамға айналып қалғандай болдым да. Сол айтып тұрмын, аяқ астынан қылмыскер болып қаласың. Мен өзімде алтақ-жалтақ болып қалдым. Сонда мен өзім біреуден қорқып жүрсем, менен қорқып жүрген адамдар деген сынды. Бір-бірімізге ешқандай сенімділік жоқ. Сонда қоғамның өзі ішінен өзін итермелеп жатыр да қазір. Мен оған сенбеймін. Ол өтірікші, ол жемқор, ол алдап кетеді, ол деген жаңа. Бәрі жау деген. Бәрі жау, жан-жақтан жау, бәрі жан-жақтан жау. Бірақ бір осы бір қоғамдық бір қалай деп айтылса болады, оны бір анандай сөздерді пайдаланғым келіп тұрған жоқ та, менің идеология деген жаңағындай бір пафос бір сөздер болады ғой, мен айтып келіп тұрған нәрсе қоғамдық достық дейінші, атмосфера, достық атмосферасы елдің ішіндегі сол бір нәрсеге қазір әрине де ықпал етіп жатқан сол әлеуметтік желідегі хайп қуушы журналистер, хайп қуушы пабликтер, жаңағындай болып қалған нәрсе сала береді, адам тек қана айтпақшы осы арада бір көрерменге пайдалы болатын бір ақпаратты айтқым келеді. Біз Reels айналдырып отырамыз ғой. TikTokта да сондай, YouTube'та да шортстар бар, Instagram'да Reels'тар кете береді былай, бірінен кейін бірі ректер. Сонда жаңа негатив басқа бір жаңалық бар. Кез келген видео, кез келген сіздің көрген нәрсеңізді сіздің миыңыз қорытуы керек. Ал оған мынандай бір ғалымдар, қателеспесем британиялық қой деймін, ғалымдар зерттеу жүргізіп дәлел келтіріпті. Ол мысалы менің 1 сағат ішінде көрген ақпаратты менің миым 12 сағат қорытады екен. 12 сағат қорытады. Ол қорытады деген сөздің өзі не? Яғни мен бір ақпаратты оқыдым да, дедім де өткізіп жібере салдым. Бірақ маған ол болды, мен ұмытып кеттім деп ойлаймын. Ал бірақ миыма ол қалды сақталып. Оны қорыту керек. Байқайсыздар ма, бір күн барысында жүрген кезде бір ақпаратты оқимыз, бір жаңалықты оқимыз, сосын біраз уақыт өткеннен кейін есіңе түсірейін десең, не көргенің есіңде жоқ. Не туралы қалай көргенің есіңде жоқ. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін, айтпақшы бір сәтке байланысты, мен айтпақшы Инстаграмда жақында осындай видео көріп едім де, біраз уақыттан кейін сіз соны есіңізге түсіресіз. Миыңыз қорытып, содан кейін ғана сізге лақтырады картинаны қайтадан көз алдыңызға. Яғни мен қорытып біттім, сенің содан шығарған нәтижең, қорытындың осындай деп саған миың лақтырады, өзегіңе, түп санаңа сен оны қорытып, мына жақтан шығарасың. Сондықтан сіздердің мен айтқым келетін нәрсе, көретіндігіңіздің қорытынды болып шығуы кейін эффект береді. Мысалы біз жаңа негатив көп көреміз деп отырмыз ғой, көп негатив көреміз. Ол қорытылып келіп, адамдар тек қана жаман нәрсе жазады, жаман нәрсе айтады, тек қана жамандықты көреді деп айтады да, өзі дәл солай отырып біраздан кейін жазады ғой, жаман нәрсені. Өйткені жаңа ми қорытылып, өзі сондай адамға айналып кетіп бара жатыр да, соны көре бергендіктен. Онда ғой енді жалпылама 90 ауыз сөзін толықтай түйін айтқанда, сіз не көресіз? Сіз сондай адамсыз ғой. Қазіргі әлеуметтік желіге былай что ты ешь, то ты есть деген бір орысша сөз бар ғой. Ты то, что ты ешь па? Иә. Мысалы, дәл солай қазір фразаны ауыстыруға болады да, ты такой, что ты смотришь, қой, короче.
Как ты воспринимаешь? Енді ол да миыңа қорек қой жаңағы. Иә. Сол қорек. Миды қоректендірудің өзімізге байланысты ғой. Көп кітап оқысаң, мысалға кітаптың да ішінде анандайлар бар. Жақсы, күшті, классика, керемет, бірақ оның болған ішіндегі қиындықтары, жаңағы тағдыр тәлкегіне тартқан жандар туралы оқып аласың да, түңіліп кетесің. Яғни дәл қазіргі заманда, дәл қазіргі күнде мен баршаға, көрерменге кеңес берер едім. Мен ақыл айтпаймын, ақыл айтудан сақтасын, өйткені ақыл айтсаң, ой, осыларға отырып алып бәрі данышпан деген комментарийлер осындасынан кетіп қалуы мүмкін қазір, мен таңғалмаймын. Сол кезде сондай нәрсеге ұшырап қалмас үшін мен кеңес қана, жай ғана кеңес. Позитивті біз сол әлеуметтік желіде көретін болсаңыз, барлығы қадағаланады ғой негізі. Өзің тересің, көргің келетін нәрсені, дәл сол шыға береді. Мысалы, мен футбол көрген жақсы көремін. Футбол көргеннен кейін бильярд, жаңағыдай неше түрлі әлем чемпиондарын керемет салған шарын көргім келеді, допты көргім келеді деген сынды. Сосын жан-жануарлар шығады менде көбіне, жаңағыдай шауып келе жатып, құлақ қаған жылқы деген сияқты. Соң күлесің, қоясың, бірақ позитив болу өзіңде кеудеңде қалады. Сол айтқым келетін нәрсе, позитивті сіз өзіңіз неғұрлым бойыңызға сіңіре бастасаңыз, соғұрлым позитив өзіңізден де бүйтіп сәуле болып шашырай бастайды. Ол позитивіңіз сіздің жақындарыңызға керек. Яғни, ей жаным менің деп кеп, мысалға ініңізді, бауырыңызды, қарындас әпкеңізді сүйіп, ата-анаңызды мысалға, бір жақсы көріп кеттім мен сені бір андай бір деп айтудан бізде қазір жоқ қой сонда. Үйге келдің зомби, мына уақыт ауысқалы бері күн ерте батады. Ол негатив бірден. Үйдегілердің бәрі сені сөйтіп тұрған көреді, олар да сөйтеді. Иә, күн сөйтіп кетті, үйтіп кетті. Бірақ үйге кіріп, бір позитив сөз айтуға тырысып көрді. Келдің, мына саған күшті тамақ не ішіп тұр ғой деген сынды ше. Иә, істеген адам қуанады бірден. Иә, мен тамақ дайындадым, қазір тамақ жейміз, кейін киіміңді ауыстырып, бет-аузың жу бар. Қазір дастарханға жиналамыз. О-о, өзің жай ғана позитив беріп жіберші. Ана бүкіл жаңа күні бойы болған нәрсені табалдырықтың артына лақтырып жіберіп. Үйде атмосфера бірден өзгереді. Өйткені үйде дәл солайға біреудің көңіл күйі болмай тұрса, бәрі бүйте бастайды. Өйткені оның флюидтер шашырап тұр да, негатив. Настроением жоқ, қойшы, кетші бар ары, мен бүгін жұмыста әбден бәрімен ұрысып қырылыстым, андай-мындай деп. Керісінше жасап көріңіздер, дәл солай ары қарай үрдіске айналады да, отбасыңыз андай бір позитив, бір-бірін жақсы көріп қалған. Тұрсынбектің сондай бір сөзі бар емес пе? Сондай бір дәл сен айтып кеткеніңдей жаңағы өзінің бір несі бар, сценкасы бар. Сол бізде әдет дейді да қазақта. Жаңағы қабақтары түйіліп, үнемі бірдеңеге әйтеуір бір жаңағы көңіл толмай, үйіне келгенде ырылдасып, әйелімен қырылысып, әйелің өзіңе бетіңе қайтарады, сосын ол да ырылдай бастайды. Балаларың соны көріп, сондай неде өседі жаңағы. Өмір деген қиын екен, ата-ана болу деген қиын екен, мен де ырылдауым керек ертең өскенде деген сондай бір өзіне бір үлгі алады да, теріс үлгі. Жалпы мен ойлаймын, жаңа айтып отырсың ғой, негативтік ақпарат бізге тез қонғыш деп. Ана бір Юваль Хараринің бір атақты кітабы бар емес, адамзаттың тарихы деген. Ол жақындағы хит. Сол жазып өтеді ғой, неге жалпы адамдар сол негативке әуес? Себебі өз-өзін сақтандыру инстинкт жұмыс істей бастайды. Яғни мен неғұрлым қауіп қай жерден төніп тұр соны біле жүрсем, өз-өзімде яғни сақтанып жүрдім деген бір теріс ұғым болады да. Сондықтан адамдар, лифтке кіруге болмайды екен, таксиге жалғыз отыруға болмайды екен, анда баруға болмайды екен, мен өз-өзім сақтап жүрдім деген сияқты. Ол біріншіден, екіншіден, яғни әлеуметтік дәреже, экономикалық, яғни біздің дәрежеміз неғұрлым төмен болса, соғұрлым адам негативке әуес болады. Себебі енді анаған сенім жоқ, мынаған сенім жоқ, жаңа қаражатымыз өте төмен, жан-жағымыз кредит деген сияқты. Сондықтан адам өз-өзді сөйтіп байқамай сол негативке кіріп кетеді екен деп ойлаймын. Мысалы үшін Швейцарияны алатын болсақ, мен ойламаймын ол жерде кілең негативті қарап жүреді деп. Себебі көріп жүрген күндері керемет, пенсиялар жоғары, жалақылар жоғары, керемет қой, өйтіп өмір сүруге болады негізі. Ал біздің Қазақстанды алып көрсең, бұлай орысша айтқанда выживание ғой енді. Бұлай айтқанда, НДС-ті көтереді, ананы көтереді, мынаны көтереді деген сияқты. Негативті іздесең табасың ғой, кез келген жерден. Позитивті де қай жерден іздесең солай табуға болады. Мысалы, мынандай Инстаграмда бір видеолар шығып қалады ғой, бұрынғы 94-ші жылғы той. Сонда жаңағы аппақ-қура, яқ-қура, егілдар, иғай деген музыка болып жатыр, бәрі билеп жүр. Сонда астына комментарийде елдер жазады. Ностальгия. Ой, бір керемет кездер еді ғой, кредит жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, жаңағы.
Қазір де дәл сондай заман негізінде. Ол кезде де мысалға қарап тұрсаң, біз неге менің замандастарым, 90 жылдары дүниеге келгендер, біз ностальгиямен еске аламыз, өйткені ол біздің балалық шақ еді. Балалық шақта саған бәрі жаңа, бәрі күшті, бәрі қуаныш, бір-екі конфет жедің, тәтті, керемет. Бәрі бақыт. Бәрі бақытты. Сіз ата-анаңызбен сөйлесіп көріңізші, сол кезде сен бақытты болдың ба, күшті болды ма сол кезде? Жоқ, әрине. Менің ата-анам мен әкемнен сұраймын менің сүндет тойымды жасаған, мысалы, далада, палатка құрып. Сонда мен әкем айтады, ойбой, ол кезде жаңағы сухой закон, арақты анандай алып келе алмайсың, продукттың бәрі ақа қымбат. Сонда анадан қарыз, надан қарыз алып жасау керек деген бізде тұратын. Бәрінде ол қарыз бергенде де бере тұр деп анадан алады, надан алады. Сөйтіп біз енді бала болған кейін оның ауыртпашылықты көрмедік. Бірақ ол біздің балалық шағымыз тәтті еске түсіргіміз келеді. Біздің ата-аналарымыз ол кездерде аса сағынбайды негізі. Және де ол кезде әлеуметтік желі жоқ. Анандай негатив, мынандай негативті көріп алып, даладан көріп келген негатив, әлеуметтік желіден көріп отырған негативті дастархан басына жиналған туысқандардың арасына салмайды. Олар бір-біріне не істейді? Әй, ана малға су бердің ба? Шөбін бердің ба? Шөбін бердің. Әй, қатын, тамақ істе. Ой, бітті, міне өзі, мына жерде ғана, өзінің туысқандардың арасында ғана айналасы. Экосистема дейсің. Экосистема өздері ғана. Ал сондай мысалға зұлымдық болған жоқ па? Сол заманның криминалистерінен сұра. 10 есе көп болды. 10 есе көп болды дейді. Біз білген жоқпыз оны. Ол кезде жан-жақтағыдай камера жоқ. Ол кездегідей криминалистика қатты дамымаған. Адамдар неше түрлі убийцалар, мен қазір айтпай қойын, қылмыскерлер, адам жегіштер, ондай өте көп болды. Қазір де ондай да бар, бірақ ол туралы адамдар көп біледі, ол жарияланады, жаңағы айтылып жатыр. Оны жасырмайды ешкім. Бірақ біз соны алып келеміз, үйге алып келеміз, соны өзімізбен денемізде салып ұстап жүреміз мына жерде. Сосын жаңағы лифтте біреуді көріп қалсаң, жоқ, мен бармаймын деген сынды нәрселер пайда болады. Ол қорғануға болмайды деген сөз емес, әрине. Жалпы айтып жатқаным ғой. Жалпы менің ойым, өзімнің ойым. Әрине қазіргі ешкімге оңай емес, бәрімізде басымызда кредит бар, бәрімізде де бар. Кредитсіз адам көрген жоқ мен әлі. Бірақ негізі былай қарап көрсем, былай шамалы ара жігін ашып, жақсы заманда өмір сүріп жатқан сияқтымыз ғой, себебі мүмкіншілік көп. Шетелге барам десең барасың. Ынтаң болса болды, ынтызарлық болса болды, бәріне жетесің. 90 жылдары шетелге барып көрші. Сен қанша деген нәрсені бітіруің керексің, қанша қаражат керек. Америка, Японияға бару деген басқа планетаға ұшумен бірдей. Ал қазір Америкаға бармаған адам жоқ. Японияға бәрі демалысқа барып жатыр. Бәрі демек қойын енді. Көбісі. Әйтеуір сол мақсат қылып қойған адам барады. Тіл үйреніп кетіп жатыр қанша бала. Сондықтан қазір жастарды көремін, ол көбісі жастар, менің бір құрдастарым айтады, куда катится мир деп бірдеңе айтып жатады. Мен айтамын, мир никуда не катится. Ол әлем кезінде де сондай болған, бұдан жаман да болған. Қазір қайта біз деген қауіпсіздікті өте жақсы дәрежеге жеткен, басқа елмен, басқа заманмен салыстырғанда. Және де мүмкіншілік көп. Кәсіпкер боласың ба, юрист боласың ба, жүргізуші боласың ба, ынтаң болса, еңбегің болса болды, жетесің бәріне. Сондықтан халықтың, мен ойлаймын, дұрыс айтып отырсың сен жаңа, бір өзіңе байланысты бәрі, жауапкершілігің өзіңде. Негативті жинайсың ба, позитивті жинайсың ба, бәрі өзіңнен. Мен де сол жаңағы ойнайық деген жобаны жасап отырғандағы негізі мақсатында сол да. Көптеген қонақ, жаңағы өнер әлемінде, медиа әлемінде, шоу-бизнес әлемінде жүрген өкілдермен сөйлесіп қалған кездегі олардың реніші, жаңағы журналистер біздің өмірді қазбалай береді, бір хайп жинайды, жаңағы бір сұрақты 10 рет қою мүмкін. Қанша ақша табатынды сұрайды, жаңағы мен өз көзіммен көргем, талай жұлдыздар өздерінің каспилерін ашып көрсеткен, кредиттен кредит, мысалы қарыздары бар. Олардың, олар халық алдына шығып не қылады, ән айтады, не қылады, бірақ оның барлығы образ ғой. Образ, оның және табылатын ақшасы жалғыз өзі келіп ән айтып кетіп қала салмайды ғой. Ол ақшаны командасы бар. Ол салық төлейді солай ақша тауып жүрген үшін. Және ол жаңа хиттер жазады, хит жазу авторды іздейді, оған ақша беру керек. Студияға барып оны жалға алады, ол жерде жазу, оның барлығы ақша. Олардың да өздерінің толып жатыр, олардың шығармашылық кризистері бар, олардың отбасындағы проблемалары бар. Бірақ олар маска, сол артист күліп ел алдына шығады, ән айтады, кетеді, бірақ халық оларды ой, мына деген қырып жатыр ақша, бәленің бәрі осыларда деген нәрселерді айтып жатады да. Мен сол ойнайық деген жобаны бастаған себебім сол. Келіңіз, менің бағдарламамды мысалға көріп отырса, көргендер бар шығар, көреді,
мен уже де сұхбат құрмаймын ешкіммен, әңгіме айтпаймын. Не жаңалық болып жатыр сенде, андай мұндай деп бірден бастаймын. Команда болып келіңдер, командаларға, екі командаға бөліндік, не деп атау қоясыңдар. Бірінші біздің раунд осылай деп аталады, оның ережесі мынандай, картиналар арқылы қазақтың тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Болды, ойлана отырып, оны көрермендер экран алдында отырып көре алады. Менің негізгі ойлаған нәрсем сол. Үйде отбасымен отырып, теледидармен бірге, менімен бірге, баған келген, студияға келген қонақтармен бірге сіз де отбасыңызбен ойнаңыз. Екіге бөліп алыңыз. Оп-оңайда, өйткені мен команданы мына жерде үйтті бүйтті де бөліп алғанмен, дәл солай үйдегі, мысалы, 4 адам болса, 5 адам болса, оларды екіге бөлініп алып, ойнап отыруларына болады. Бір-бірлерін біз бірінші очко алдық, екінші очко алдық деген сыңайлы. Сондай бір нәрсені жасам келеді. Мен осы телевизияны жаңағы инструмент деп айтып отырмын ғой. Осы бір инструмент арқылы отбасыда кешке ойнай отырып көңіл көтеруге, сол бір жылылық беретін бір атмосфераны беруге бар амал әрекетім жасап жүрмін. Менің миссия мақсатым сол. Өйткені отбасыдағы атмосфера ол өте маңызды нәрсе. Барынша отбасында отырған отағалары, жалпы өзіңізде үлкендеріңізге, үйдегі кішілеріңізге айтып отырыңыздаршы, далада көргеніңді, әлеуметтік желіде көрген негативнің барлығын қойыңдар. Біз бір-бірімізбен сөйлесейік, біз әлеуметтік желіге телміре отыратынымыз соншалықты болып кеткен, әзілде бар ғой шыққан, интернет өшіп қалды, үйдегілермен сөйлесем жақсы адамдар екен деген. Сол нәрсе ол әзілімен, бірақ ол ащы шындық, өте жаман шындық, ол деген күлетін нәрсе емес негізінде. Әлеуметтік желіні лақтап тастаңыздар да, үйге бірдеңе бірге жасап көріңіздерші. Мен түсінемін, әр үйдің өзінің бір атмосферасы болады, кейде болады, үйде әкелері мінезі сондай болуы мүмкін, андай зірк етеді, кетіңдер, құрыңдар, жоламаңдар деу мүмкін. Немесе жаңа ғана болып жатқан проблемалардың кесірінен өмірден түңіліп кетіп, жаңағы бітті, тек қана проблема ешқашан таусылмайды. Проблема ылғи болады. Менде де проблемам қазір бар, мен оны айта алмаймын. Не қылам мен оны айтайын? Кімнің шаруасы бар менің проблемамда? Ол менің проблемам. Оны шешетін мен ғана. Бірақ мен күлуді ұмытпауым керек. Мен ойнауды ұмытпауым керек. Өйткені өмір мынандай, мен түсіндім ғой, енді қазір орта жасқа келіп тұрған адаммын ғой. Өмір тез өтеді. Тез өтіп бара жатыр. Мен тоқтай тұршы деп үлгермей жатырмын. Ақша үнемі жетпей тұрады бірдеңеге. Рас айтасыз. Үнемі бірдеңе сатып алғым келіп тұрады. Үнемі бір жерге барғым келіп тұрады. Үнемі бірдеңеге көңілім толмай тұрады. Бірақ деп ортада күліп жіберуге маған кім кедергі жасайды? Ешкім. Дәл солай мен проблемаларымды ешкім шешуге көмектеспейді ғой. Дәл солай маған күлуге де ешкім кедергі жасамайды. Мен күліп бүйтіп жүргенім менің мына жерім бос деген сөз емес. Мына ыржалақ, өмірге тым жеңіл қарайды деген сөз емес ол. Мен позитивім көп та. Сонымен бөліскім келеді көрерменмен. Бізді қазір қаншалықты адам көрсе, соншалықты мен риза болушы едім. Мен мысалға қазір 300-500 адам көрді. Арасында 10 шақтысы, 20 шақтысы менің айтып отырған нәрсемді түсініп, ой түйіп, соны іс әрекетке айналдырып, расымен де қолға алса, менің кәдімгідей бұл үлкен бір миссия орындалды дегені. Сондықтан барынша телевизия саласы өтірік үнемі болады. Жаңа пропаганда үнемі болады. Өлім ол болады да, адам сондай. Бүкіл әлемде осы құмырсқамен адамдар ғана бір-бірімен қырылатын. Осы адамдар үнемі қырылады, үнемі ес ауықпағандар болады, басқасы болады. Бірақ сіз өзіңізді есіңіз дұрыс, аяқ қолыңыз сау, мен жақсы адаммын деп санайтын деп тұрсаңыз, барлық әрекет жасаңыз. Басқалар да сондай күйде болатындай. Дұрыс айтасың. Керемет. Мен жаңа бір қалам іздеп шамалы жазып алайын деген лекцияңды. Менде бір мынандай сөз бар да, оны қай жерден естігенім есімде жоқ. Бірақ осыны жазып алу керек та, осыны айту керек. Бүйтеді. Әрбір проблема эгоист үшін трагедия, оптимист үшін комедия дейді. Әрбір проблема эгоист үшін трагедия, оптимист үшін комедия. Көзқарас. Көзқарас. Мына мен проблемам бар. Мысал қылып келтірейікші, бір мысал. Ең қарапайым мысал, мен бұны қай жерден оқығаным тағы да есімде жоқ. Мен анандай неше түрлі жаңағыдағы мақалалар оқимын, психология, психотерапевтердің жаңа нелерін оқимын. Сонда ілініп отырған бір ой. Мектеп кезімізде балалық шақты сағынамыз ғой. Мектеп кезіміз керемет еді. Сондай бір
бір риясыз, еш уайым қайғысыз сүрген өмірім еді деп еске аламыз да, бірақ бізге ол қазір солай ойымызға сақталып қойған. Неге десеңіз, өйткені адамның миы бұрынғыдан тек жақсыны ғана сақтап қалуға не істейді екен? Негативті ұмытады. Негативті қалдырып тастайды да, тек жақсыны сақтап қояды. Бірақ есіңізге түсіріңізші, мектептен 2 алып қалған кезде үйге келе жатқанда ғана қорқыныш. Мына мектеп қашан бітеді екен, қашан мен ересек болады екен, надоело деп жүретін едік қой. Мектепке мысалға ақша жинау керек болды. Мысалға, үйге келесің, ақша не істе деген кезде, ой, осы сендердің мектептерің ақша жинай береді екен, анамна деген кезде сен ашуландың ғой, жындандың ғой, мысалға, мен қашан тез өседі екем, қашан мен өзім ақша табады екем деп жек көріп отырдың ғой сол кезде. Мектепті, мұғалімдерде сол ақшаны жинайтын мысалы, сол кезде сыныптасыңмен біреумен ұрысып қалдың, жігіттер түсінеді, ерегісіп қалдың, төбелесіп қалдың, соны жек көріп, сол кезде сол киімің жыртылып қалды, оны класс жетекшің біліп қойды, ата-аналарың айтатын болды деген кезде ең үлкен трагедия сол еді ғой. Жек көретін кездер болды ғой, ол кезде де проблемалар болды ғой бізде, өзіміздің деңгейде. Дәл солай. Сіз қазір басыңызда болып жатқан проблема 5-10 жылдан кейін күлкі болып қалады. Сол кезде сөйтіп едік қой, саған туфе, қалай сол кезде деп тек қана жақсы қалады есіңізде. Сол кезде анау маған көмектесіп еді, анау маған сөйтіп еді, сіздің түнімен, мен сол кезде түнімен жылап едім, мен барарға жан таппаған едім деген сияқты нәрсе есте қалмайды. Сол кезде сол проблема болып еді, ол да өтті де кетті ғой. Қазір сол кезде сіз тағы да тұрасыз, тағы да бір проблеманы шеше алмайды. Тағы да бір проблема үнемі болады. Проблема болмаса, білмеймін, өмір болмайды. Өмір жоқ қой сонда. Өмірдің ағымы ғой. Мысалы үшін елестетіп көрейікші, проблеманың бәрін алып тастайсың. Таңертең тұрасың, жарға қарайсың, терезеге қарайсың, айнаға қарайсың. Не істейсің сол? Істейтін жұмыс жоқ. Қуасың сол кезде. Анау ғана байлардың неше түрлі. Содан да басталады ішімдік, нашақорлық, жаңағы біреуді зорлау, іш пысқандықтан бәрі. Уже анау қатты байығандардың нелері бар ғой, жаңағы гараждарында. 300-200 машина тұрады. Оның жаңағы біреуі ойбай 1950 жылы жасалған эксклюзив дейді де, оны $1 миллион сатып алады. Аукционнан болмайтын бір картиналар сатып алып, сол ақшаның көптігіне проблема болмағанынан. Дәл осы әңгіме қазір есіме түсіп отыр. Мен бір ролик көрдім, оны әлеуметтік желі қолданушылары да көрген шығар. Бүйтеді, өте қымбат машиналардың автосалонында бір эксперт жүр. Ол сондай машиналарды сатумен айналысады екен. Сонда айтады, мына машиналар, білесіздер ме, сатып алатын адамдар кім екен, өздеріңіз түсініп отырсыздар ғой дейді, бағалары өте қымбат, байлар сатып алады бұл автокөліктерді дейді. Бірақ мен ол адамдарға жаным ашиды дейді. Неге десеңіздер, оның қалай дейді, арманы жоқ, проблемасы жоқ. Проблеманы арқылы арманына жете алмайды олар дейді. Олар мынаны келеді, қазір сатып алады, оларға бұл ойыншық алады, қояды, айдаса бір 2 рет айдар, сөйтті ол тұрады шаң басып дейді. Мынаның 4 дөңгелегінің өзі дейді, сол кезде $250 мың тұрады дейді. Ал анандай арманда жүргендер бар ғой дейді, араларыңызда қазір мен көріп отырған, қыс келе жатыр, маған жаңа шипы бар 4 дөңгелек алу керек, оған ақшаны қайдан табам. Саған мен мынандай машина алғым келеді, бір жеңіл кез келген машина болса, менде болса екен деген арманда жүргендеріңіз бар ғой араларыңызда дейді. Саған мен әлі шетелге шығып көрмедім, мен мынандай жаңағы Түркия елінің немесе жаңағы Таиландқа барып, жер орта теңізін, мұхитты көргім келеді деп жүрген арманда жүргендеріңіз бар ғой дейді. Ең өмірді мәнді сүріп жатқан солар дейді. Ал мына сатылып жатқан көліктерді өмірінің мәнін, дәмін жоғалтып алғандардікі дейді. Келеді, алады, оған түк тұрмайды дейді. Ақшаның да оған дәмі кетіп қалған. Ол әлемнің кез келген жеріне барып та тастаған, әбден жаңағы болды, оның ешқандай ермегі жоқ, ешқандай қызығы жоқ өмірде. Яғни дофамин алмайды дейсің ғой. Эндорфин, дофамин жоқ. Вот сондай нәрсе болу үшін армандаңыз дейді да. Арманға жету үшін не істейді бізге кедергі болатын проблемаларымыз. Проблемаларымызға керісінше біз рахмет айтып, әрі қарай кете беруіміз керек те, жігерлене. Мен бұндай проблема шеше алады екенмін ғой. 5 жылдан кейін бұл проблема туралы күлем деп қазір айтып отыру керек. Рас. Біз мысалы үшін кино қарағанда да мысалы үшін бас кейіпкердің проблемасы болмаса, онда кино қызық бола ма негізі? Ең күшті киноларды алайықшы, там «Крестный отец»,
Титаник, жаңағы Мстителердің өзі кілең проблемаға толы кинолар ғой. Сондықтан біз оған қызығушылықпен қараймыз. Оны қалай шешеді екен, қалай жаңағы жеңіске жетеді екен деген. Қалай болады екен деген. Сол ғана біз ұстап тұрады 2 сағат бойы сол экранда. Ал мысалы проблема бәрін алып тастайық, ол не деген бір мыжыма кино болады. Былай ойластырып қарасаң. Жаңа айтып отырсың ғой, проблема демекші артистерде өзінің проблемалары болады, көбісіне қаражат дейміз енді баяғы. Жалпы мына блогерлік салаға келетін болсақ, көбісі ойлайды блогерлер жеңіл ақшаға тап болды. Енді көбісі сол енді бар шығар ол да. Енді аса не шахтер емес қой енді былай айтқанда блогерлік деген. Бірақ блогерлердің көбісі негізі мына арзан сенсация сатады. Яғни бай өмір. Мен бүгін Мерседеске міндім, мен бүгін Эмиратыда жүрмін деп адамның ішін күйдіреді, бірінші қарапайым халықтың, екіншіден ол да бір жалған нәрсе. Себебі неліктен деймін та біздің блогерлер мына сауаттандыру жолын қумайды деймін да, мысалы үшін. Неге мына наука, ғылым, жаңағы сондай контент түсірмейді деймін да, неліктен. Сондықтан былай қарасаң біздің қазақ елі соған әуес болып кетті. Эмиратыға бармасам, жаңағы суретімді Инстаграмға шығармасам, мені как будто мен бір өмірден қалып қойған сияқтымын деген сондай бір жарыс болады да. Көбісі кредитке кіріп, Эмиратыға барып, бірдеңені дәлелдеуінің жолында жүреді да. Сол блогерлік былай қарасаң сондай бір шамалы несі бар сияқты соған. Рас, мен өтте бір қалай дейді, қайғылы деп айтпай қойын. Өте бір жаман бір мысал білем. Осы бір әлеуметтік желінің соншалықты бір адамға ықпал етіп, өмірінің одан сайын құртып алған туралы. Аттарын атамай қойын ол кісілерді, бірақ оқиғасын айтып берейін. Елестетіңіздер, менің әңгімемді 3D қылып тұрып айтып беруге тырысайын. Барынша сол атмосфераны сезінуге, сол проблеманы сезінуге. Біздің Қазақстанның бір өңірінде өзінің ауыл шаруашылығы бар, отбасы. Күйеуі, анасы, 4 баласы. Күйеуі өмір бойы ауылда сол мал бағумен айналысып, нәпақасын сол мал сатумен айналысып, жерден жаңа өскен дән дақылдардан сөйтіп ақша тауып жүрген ер азамат отбасын асырап отыр. 4 баласы бар. Үлкені 14-тердің шамасында, сол кезде 13-14-тердің шамасында. Әйелі әлеуметтік желіде керемет жаңағы сен айтып отырған блогерлердің бірнешеуіне жазылған. Неше түрлі спа, ойбай мен жаңағына Мальдивыда анандайдамын, жаңағы осындайын деп салып жүрген, керемет мынандай көйлек алдым осындай магазиннен деп, жаңағы мынандай ресторанда жүрмін осындай жұлдыздармен деп сала беретін блогерлерге жазып алған әйелі. Сөйтіп әйелі күнде күйеуіне айтады екен, қалаға көшейік. Қалада мен осындай магазинге барғым келеді. Мен де осындай спаға барғым келеді. Мен де осындай квартирада жылы жерде тұрғым келеді. Мына жерде ауылда қиын, туалет алыс деген сынды, балаларымыз жаңағындай осындай өсіп жатыр деп. Сөйтсе ана ер азамат айтады да, енді айналайын, мен қалаға барғанда не жұмыс істеймін? Мен тракторшымын. Мен мал бағатын адаммын. Мен осында ауыл нағыз мал шаруашылығымен айналысатын адам, қалаға барсам ертең айналысатын шаруам жоқ. Мен жиып теріп қойған ақшам бар. Ертең уайымдама, мына балаларымыз өседі, мен қаладан күшті квартира алып берем. Квартираға олар орналасады, университеттеріне оқытам мен. Содан кейін олар сол жерде қалаға көшеді. Біз екеуміз осы жерде қалайық, осы өмірді өзің таңдаған жоқсың ба? Маған солай тұрмысқа шыққан жоқсың ба? Мен қалаға барсам сендерді асыра алмай қалам. Сен немен айналысасың қалада? Қой, жаным, жарым деп күйеуі сөйтіп әйелін тыныштандырып жүреді екен. Күндердің күнінде мал бағып кеткен ана кісі, жаңа азаматы. Үйіне кешке келсе, үйінде жаңа 4 баласы да әйелде жоқ. Заттарын бәрін жинағанда кетіп қалған. Ана еркек түсінбейді, қайда кетіп қалды, не үшін кетіп қалды. Телефонына хабарласады, таба алмайды. Телефон өшірілі, туысқандарына хабарласады, ешкім білмейді, ешкім ешнәрсе айтпаған. Сөйтіп, енді заттарын бәйт қарайлап келсе, өзінің жинаған ақшасын. Ол кісі анандай қылып жинайды екен да, қандай счетта бір жерде не демес, кәдімгі наличка. Баяғыдай. Баяғыдай бірін үстінен бірін бүйтіп қатарлап жинаған, қателеспесем 40 миллионға жуық ақшасы бар. Қателеспесем. Соншама жинаған ақшасын алып кетіп қалған әйелі. Енді қараңыз, ауылда малмен бірге жалғыз өзі
ана ер азамат қалады, не ақшасы жоқ, не әйел бала шағасы жоқ, кетіп қалған. Сөйтеді де енді не істейді, ол әрине іздейді, қалаға барады, анда барады, қай қалаға кеткенін де білмейді. Сөйтіп жүріп бір ай ма 2 ай өткеннен кейін енді ол іздейді, полицияға береді, не қылады. Сөйтіп полиция көмектеседі ғой тауып алуға. Сөйтсе Астана қаласында бір жалдамалы квартирада 4 баласымен ана әйел отыр екен. Бұл келген, сен есің дұрыс па, ақша қайда, қайтайық десе, ақшаны ана әйелі алаяққа беріп жіберіпті. Бір күннің ішінде мен саған керемет квартира жасап берем, тауып берем деген желеумен алдап ана әйелді қызықтырып алған. Сол ақшасын алғанда 40 миллионға жуық ақшасынан айырылып қалып, ана квартираға төлейтін ақшасыз 4 баласымен ана әйел үйде отыр. Сөйтіп ана еркектің есі ауысып бала жаздайды. Сөйтеді де, енді мен бұл әйелдімен қалай өмір сүремін деген заңды сауал пайда болады. Бұл менің өмір алды да кетіп қала салды, ақылдаспады, менің айтқанымды тыңдамады, өзі бір керемет өмір сүріп кете аламын деп ойлады. Енді бұл жерде дилемма. Ол дилемманың енді әрі қарай қалай шешілгенін мен білмеймін, шыны керек. Мен бірақ бұл әңгімені сол ер азаматтың туған бауырынан естідім. Ол қазір дейді, ауылда дейді, не істерін білмей жүр дейді. Осындай жағдай болды, ауылда жүр, не істерін білмей жүр, әйелімен қайтадан қосылып балалар үшін әрі қарай өмір сүре ме, әлде өмірі бойы енді ешқандай сенім деген сөзсіз сүріп өте ме деген. Мен ана әңгімені естіген кезде соншалықты әлеуметтік желідегі блогерлердің жаңа айтып отырған, өзінің өмірін керемет етіп көрсетіп, керемет әдемі өмір сүріп жатқан деп жасап жатқан адамдардың қаншалықты жауапкершілік бар екендерін мойында, түсінбейтініне ашындым. Ол мен бір ғана ғой, мысал қазір келтіріп отырған. Бізде көрермендердің арасында да бар шығар. Ана әлеуметтік жаңа үйтем деп барды да дәл сондай сол блогердің шашы сияқты етіп барып басын бояғысы келді. Шашын өртеп ала жаздады, шашы түсіп қалды, жаңағы бас терісі бұзылды, шаш түсіп жатыр дегенде мен көп қыздардың арасында естігенім бар. Ол адам келмейді, өйткені әлеуметтік желідегі көрген нәрсе дәл сенде де болады деген сөз емес. Соны сол блогерлер түсіне қоймайтын сияқты. Яғни, өздерінің контент түсінікті ғой. Бірақ негізі жаңағындай нәрсе ғой, қалай десе болады, тәрбие инструментін әлеуметтік желіден де іздей алу керек. Адам өзінің призмасынан өткізіп, яғни блогерліктің біреудің бірдеңе жасаған көрдің ғой. Ұнамаса, кіріп ал комментарий жазып, оны өйткені ештеңе өзгерте алмайсың. Ол саған керісінше сен оған комментарий жазып, плюс жасап беріп отырсың. Контенттің ары қарай дамуына көмектесіп отырсың. Сен өзіңнің өзегіңнен өткізіп, призмаңнан өткізіп, мынаны көрдің бе, ұнамай тұрма? Қап, мен бұндайды жасамайым, бұл маған ұнамайды, бұл менікі емес деп өзің итеріп таста. Болды. Менің шындығым айналамдағы қазір осындай. Мен осы шындықпен ары қарай өзім өмір сүрім керек. Ол артқандай, ол өмірі, әркімнің өмірі әртүрлі ғой, оның өмірі сондай, менікі ондай емес. Менікі басқашалау. Менің өзім плюстарым бар. Яғни бірден наныкі керемет, менің бүкіл өмірім быт деген нәрсеге ойға келіп тоқтамауымыз керек. Өзіміз зато менде мынандай бар деген сынды өзіңнің плюсыңды өзің шығармасаң, түңіліп кетесің ғой. Мынандай нәрседе бар да, временная фаза, уақыт фазасы. Әр адам өзінің бір уақыт фазасында өмір сүреді екен де. Мысалға айтайын, бір әлемдік баршамызға белгілі адамдарды айтайыншы. Брендан Фрейзер, актер. Мумия. Естеріңізде ғой, Мумия. Қандай керемет кино. Одан кейін красавчик Джек па қалай еді? Сонда ойнады. Из джунглей. Джунглиде жүр, Тарзан сияқты. Ол кезде ол супер жұлдыз жарды, не қылды, сөйтті де, бірақ ода кризис басталды. Жоқ болып кетті. Сол кезде баршасы ойлады, оның жұлдыз болып жүретін уақыт фазасы аяқталды деп. Кризиске кетіп қалды, оны бәрі ұмытты, ешқандай кино, фильмге шақырмайды, ешкім онымен жұмыс істегісі келмейді. Бірақ пәлен жыл уақыт өтіп, ол сол кризистен өтіп шығып, Кит деген киноға түсіп, Оскар алды. Сол жұлдыз фазасына қайта оралды. Яғни, сіз қазір мысалға менің естіп отырған адамдар ойлауы мүмкін да, менің досым бар, 2 квартирасы бар. Жаңағындай осындай джибайдайды. Оны әйел адамдарда көбіне айтып отырды ғой, күйеулеріне, ананы қарашы анан. Қайрат па? Ананың машинасы бар, әйелі деген алтынды өкіртіп үстіне тағып алған,
жаңағы тұратын үйіндегі ана диванын көрдің ба бірдеңе деп жаңағы ше тұншық тұрады да сондай нәрсемен дүние қорлықпен. Сонымен адам түңіле бастайды. Мен неудачник, лузер, ана сияқты мен басым істемейді, мен қолымнан келмейді, мен мынау болды, мен жолы болмайтын адаммын деп өзін жейді, өзін быт-шытын шығарады. Бірақ мен 100% сенем, сондай көптеген адамдар өздері мені естіп түсінуі мүмкін. Өмір бүйтіп айналдырып алып келеді де, 15 жылдан кейін болуы мүмкін, ол 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін болуы мүмкін, сол адам байиды ғой. Сөйтеді, өзінің керек дұрыс уақыт фазасына келеді. Яғни жаңа бақытты болу. Гүлдену фазасы. Гүлдену фазасы. Енді мен айтқым келіп тұрған нәрсе, сіз қазір мына бойыңызда жүрген проблемадан ешқашан шыға алмаймын деп ойлауыңызға болмайды да. Қазір сіздің жаныңыздағы біреудің жолы болып жатыр. Оның ақшасы көп, қарыздары жоқ, күшті үйде тұрады, күшті көлік айдайды. Сіз өйстіп жүрсіз де, сіздің де уақытыңыз келеді. Оны пайдалану тек сіздің ғана қолыңызда да. Әрекеттене беру керек. Анандай мен де сондай боламын деп әрекеттенбеу керек. Менің өзімнің уақытым келеді. Әлі менің де бір жұлдызым жанады. Анау сияқты ғой, и у меня на улице КамАЗ с пряниками перевернется деген сынды уақыт фазасын асықпай күту керек. Мен мысалға өзімше тележүргізушілікте айтатын болсақ, менімен де қатар бастаған жігіттер, қыздар бар. Олар жұлдыздар жанып, күшті күткенде мен жүретін, мен қолымнан келмейді осы, мен жүргізуші болғым келеді, бірақ мен олар сияқты деңгейге өсе алмаймын деп. Бірақ ол деңгейді мен өзім қойым керек екен да, мен деңгейім қандай деген сауалға мен өзім бірінші жауап беріп алуым керек. Мен деңгейім одан да жоғары болады. Тек қана әрекеттену керек. Сондықтан мен жаңағы мүдделес адамдарды іздедім. Күшті идеяларды дүниеге алып келуге тырыстым. Жүзеге асыруға тырыстым, және басқа көрерменге ой салуға тырыстым. Содан шығар, мысалы, көптеген журналистердің Дана Нұржігіт ханым, мысалға, Жайна Сламбек ханым, Қымбат Досжан апамыз, Зейін Әліпбек, мысалға, Иманғали Нұртілеу көкеміз марқұм, мысалы, көп қой. Мысалға, кімді Құран кім еді? Бейсен көкеміз. Журналистер. Бейсен және болмыс деген кітап, мысалға, жазылған сол кісі туралы. Соншалықты олардың қазір көрермендер сол кісілерді айтса, ой, ол әрбір айтқан сөзі бір жіп пен майды тіліп өтіп кескендей сөйлейді ғой. Керемет, грамотный адамдар, ақылды адамдар дейді. Олар өздерінің уақыт фазасында басып, жақсылап жұмыс істеп, өзінің қандай адам екенін дәлелдей алған адамдар. Содан олар еске салады. Мен де сондай адамдардың қатарына, бізде боксерлардың несінде бар ғой, Алия Славы ме еді? Боксерлар әлемінде. Сол сияқты біздің Қазақстанда журналистер Алиясы болса, Зал Славы ма? Зал Славы, зал болып жатса, еңбек сіңірген журналистер деген сынды атақ беріліп, жаңағы ақпарат саласындағы үздіктер деген бір зал құрылатын болса, сондайға кіруге мен талпынамын қазір. Мен барынша адамдарға жақсы, дұрыс ой салуға тырысамын. Мен ойнап жүргенім, ол ойнап еш нәрсе туралы ойлау емес, мен ойнап отырғанда да астарында салып отырған негізгі ойды көрермен түсінсе екен деп мен жұмыс істеп жүрмін қазір. Және де ең бастысы мен бұл жұмысты сүйіп істеймін. Мен қазір осындай фазада жүрмін де. Ол фаза ары қарай қандай фазаға алып келетінін мен білмеймін, бірақ мен жақсы фаза болуына әрекеттенемін. Яғни мен бір фазадан екінші фазаға ойбай, алмасым, саған керемет өмір деп мен ешкім алып келіп бүйтіп қоя салмайды ғой. Мен әрекеттенуім керек. Яғни мен коммуникация, мысалы мен Дулатпен қазір отырып, осындай әңгіме айтып отырғанның өзі де бұл менің бір әрекетім. Энергия жүріп жатыр. Айтпесе мен не қыламын, мен маған керек емес, өзім жұмысым жақсы, мен жұмыстам деп мен саған сөйтіп салма болар еді. Бірақ жоқ, мен бұл нәрсенің керек екенін білемін. Бұл нәрсе саған да керек, бұл маған да керек, көріп отырған, қазір тыңдап отырған адамға да керек. Бәріне пайда. Осында сол бір миссия орындалса, сенің де менің де миссиям орындалды деген сөз ғой. Рас. Мынау біздің телевизия саласында жүрген менің жұмысымның пайдасы. Мен осылай деп қорытындылайтын шығармын ойымды. Бұл ойымды. Керемет, Алмас.
біздің де уақытымыз мәреге жетіп қалды. Жетіп қалып әлі де уақыт деген зу өтеді бұндай кезде. Иә, зу. Әңгімеміз күшті жүрді. Рахмет. Сен тыңдай берсең тіпті 3 сағатта отыруға болады. Рахмет келгеніңе. Сенің шығармашылық жолыңа тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Барлық жобаларың бұрқырап шыға берсін, гүлдене берсін. Сен тек ең прайм таймда көре берейік. Атағың жоғарылай берсін. Рахмет. Мен де саған тілек айтқым келеді. Айта ғой. Көріп отырған көрерменге айтарым, айналамыздағылар аман, төңіректегілеріміз түгел болсын. Ең басты нәрсе сол. Жан тыныштығын сыйлайтын біздің айналамыздағылардың амандығы, заманымыздың тыныштығы. Және сенің подкаст каналыңа алтын батырма, бриллиантовый батырма, гауһар батырмасы беріліп, ютубта көптеген миллиондаған тыңдарман, көрерменнің ең бастысы осы айтылып жатқан әрбір әңгімеден дұрыс нәтиже шығара алатын жандардың көп болғанын қалаймын. Әумин. Керемет. Рахмет Алмас. Келесі кездескенше.